Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерменен үй жағдайында жасалатын асқабақ сорпасының рецебімен бөлісетін боламын. Асқабақ сорпасын жасау үшін бізге осылай тазартылып алынған асқабақ, сәбіз, пияз, сарымсақ керек. Осы пиязымызды майдалап турап аламыз. Қазанға сұйық майды құйдық, енді кішкене сары май салып жібереміз. Осы қызған майымызға енді пиязымызды саламыз. Осыны қызартып, әбден қуырып аламыз. Сәбізімізді осылай майдалап турап аламыз. Асқабағымызды да осылай турап аламыз. Пиязымыз қызарды әдемі. Енді осыған сәбіз саламыз. Және асқабағымызды салып аламыз. Осыған тұз сеуіп жібереміз. Бұған барлық көкөністерді қоса берсеңіздер болады, қалағандарыңызша. Картошка болсын, бұрыштар болсын, қоса берсеңіздер болады. Енді осыған мен еттің сорпасын құямын. Су құйсаңыздар да бола береді. Мен осылай еттің сорпасын құямын. Міне біздің сорпамыз қайнап шықты. Енді баяу отқа қоямыз. Жай тұрып осылай пісу керек. Міне енді біздің асқабағымыз да, ішіндегі сәбізіміз де бәрі дайын болды. Енді осыған чеснокты майдалап турап салып жібереміз. Осыған аздап қара бұрышты да сеуіп жібереміз. Осы дайындалған сорпамыздың суы көбірек болса, алып тастасаңыздар болады. Мен осылай суы молырақ болғанды ұнатамын. Дайын болған сорпамыздың үстіне осылай 10% сливки құямыз. Міне біздің асқабақтан жасалған сорпамыз дайын болды. Өте дәмді, әрі асқазанға пайдалы. Осы рецептпенен үй жағдайында жасап ішсеңіздер болады.